достар, көрермендер, мен бүгін өте қуаныштымын. Өйткені бүгін жаңа қызықты Айшаның әлемі бағдарламасының алғашқы шығарылымы. Бұл бағдарлама бәрімізге жаңа білім, қызықты оқиғалар және көңілді сәтте сыйлайды. Біз бірге үйренеміз, зерттейміз, жаңалықтар ашамыз. Сондықтан бәріңізді бізбен бірге болуға шақырамын. Ендеше жаңа бағдарламамызға сәттілік тілейміз. Айшаның әлемі басталды. Сіздермен бірге Айша Есетқызы. Бұл бағдарламада біз айналамыздағы қызықты құбылыстар, жаңа жаңалықтар және өмірімізді жақсартатын пайдалы кеңестер, сонымен қатар дарынды мен талабы ұштасқан оқушылармен әңгімелесеміз. Қызықты әрі пайдалы ақпарат алуға дайын болыңыздар. Айшаның әлеміне қош келдіңіздер. Бастайық. Бүгін бізде қонақта Мұратби Адина. Қош келдіңіз, Адина. Саламатсыздар ма? Көрермендерге өзіңді таныстырып өтсең. Мен Еламан қызы Адина. Мен 66-шы мектептің 3-ші сыныбында оқимын. Неше жасынан бастап бұл спорт түрі қызықтырды? 6 жасынан бастап бұл спорт түрі қызықтырды. Мен ютубтан видеоларды көріп, анамна айттым. Гимнастикаға сөйтіп, мені анам гимнастикаға апарды. Басты мақсатың қандай? Үлкен кезімде Қазақстанның әйгілі гимнастикасы болғым келеді. Көк туды желбіретіп, басқа елдердің өз елімді таныстырғым келеді. Өзіңе ең қымбат жетістігі ұмытылмайтындай байқауың бар ма? Ең қымбат жетістігім ол менің бірінші рет жарысқа қатысып бірінші орын алғаным. Ол жарыс Тараз аренада өтті. Ояқта қатысушылар өте көп болды. Мен бірінші рет жарысқа қатысып атқаннан қобалжыдым, бірақ барлығы ойдағыдай өтті. Не үшін бұл спорт түрі қызықтырды? Өйткені мен бойым ұзын болады, растяжкам жақсы болады, денем тік болады. Мынау менің 6 жасынан алған медалім. Мынау менің 8 жасынан алған медалім. Екеуі менің 7 жасынан алған медальдарым. Спортта алған марапаттарың ауыз толтырарлық екен. Мектеппен бірге ұштастыру қиындық тудырмай ма? Жоқ, қиындық тудырмайды. Мен гимнастикаға барып сабағымды жақсы оқимын. Мен сабақтарым бүкіл 5-ке оқимын. Сынып жетекшісім Динара әпке. Маған математика пәні қатты ұнайды. Есепті жақсы шығарамын. Достарың кім? Достықты қалай бағалайсың? Мен достарым өте көп. Ең жақын досым ол Жания. Біз бір сыныпта оқимыз. Достарымды сатпау керек, бір-біріне көмектесу керек. Ата-ананың сенің таңдаған жолына пікірі қандай? Менің анамның аты Халида, ал әкемнің аты Еламан. Біз 3 ағайындымыз. Ата-анам мені қолдайды. Мен үйдің ең үлкенімін. Адина, сенің бір-екі қимылыңды көруге бола ма? Әрине, еш қиындығы жоқ.
гимнастикамен айналысатын жас спортшымен сұхбаттастық. Спорт денсаулық кепілі. Келесі кездескенше Айшаның әлеміне жолыққанша.